Тоқты жұлдыз белгілері сіздерді алдағы бір апта қандай құрамалық күтеді, соны айтатын боламыз. Тоқтылар, сіздерге бұл старший аркандардың бір отшельник шықты. Бұл деген картаның мағынасы бір жерден кету, бір нәрседен қатты шаршау және ақылдылық дегенді де білдіреді. Мысалға, сізді шаршатқан отношение болуы мүмкін, немесе шаршатқан жұмыс болуы мүмкін, немесе шаршатқан адам деген сияқты. Сол жерден қатты физически де психологически де шаршайсыз және ақылдылық танытасыз, чтобы жақсы сол шаршаған жеріңізден яғни кетесіз. Және бұл кеткеніңіз дұрыс шешім болады. Ары қарай сізге басқа есіктер ашылады деуге де болады. Жалпы любой нәрседен кетуді айтады. Тоқтылар, сәттілік. Келесі жұлдыз белгіміз торпақ, паж пентакли. Алдағы аптада сізді не күтеді? Бұл карта айтады сіздерге женский карта, яғни әйел адам болсаңыз, сіз мықты оқушысыз. Бір жерден білім аласыз, үйренесіз, және де немесе бір оқуды аяқтайсыз. Аяқтап, сол үшін сәтті боласыз, немесе сертификат, диплом аласыз деген сияқты. Сол оқыған оқуыңыз немесе алған сертификатыңыз сізге бір удовольствие сыйлайды, настроениеңіз көтеріңкі болады. Яғни, немесе ер адам болсаңыз, дәл солай керісінше сізді бір әйел адам оқытуы мүмкін, әйелден сертификат алуыңыз мүмкін, немесе әйел адамға сіздің мұғаліміңіз дейік, сізге оқуға жазылуыңыз мүмкін. Осындай шығып тұр. Өте жақсы карта, негізі өте керемет жақсы карта. Сіздерге сәттілік. Келесі кезекте бізде егіздер. Егіздер, сіздерді алдағы апта не күтетін болады? Туз, яғни старший аркандардың бірі. Бұл деген бұл апталарыңыз өте керемет деп айтуға болады. Эмоционально бір бақытты білдіреді, көңілді, қуанышта жүресіздер. Любовный отношение әсіресе отбасылы егіздер болуыңыз мүмкін. Егіздер отбасыларыңызға қуаныш, береке кіреді. Жұбыңыз өте сізге жақсы қарым-қатынаста болады. Сондай қуаныш, көңіл күйлеріңіз керемет болады. Және жұбы жоқ егіздер үшін де жаңадан жұптық таныстықтар болуы мүмкін. Жалпы айтқанда, любовный отношениеге қатысты сіздерді эмоционально керемет уақыт болады осы апта. Бізде шаяндар. Шаяндар, сіздерде бұл апта император түсті, старший аркан. Что-то мына апта көбісіне старший аркан түсіп жатыр, бір важный апта болатын сияқты осы марттың. Бұл дегеніміз ер адамның басқарушылық қабілеті деп айтуға болады. Мүмкін сіз сондай ер адамсыз, сіз үлкен күшке ие боласыз, үлкен билікке ие боласыз. Және де қол астыңыздағыларға қатыгез боласыз деуге де болады. Азғындыққа бару, еріксіз күш-жігер пайдалану, былай айтқанда рухыңыз күшті болады, және кей жағдайда әділетсіз болуыңыз мүмкін. Сондай ер адам болсаңыз, сондай басқарушылық қабілетке ие боласыз. Ал керісінше қыз бала әйел адам болсаңыз, сіздің өміріңізде мүмкін осындай адам болады. Бір өміріңізде еркек адамның осы аптаның ішінде үлкен бір рөлі болады. Сізге мүмкіндік сізді мүмкін басқару мүмкін, сізге ауыр қарау мүмкін, приказ беру мүмкін деген сияқты. Келесі біздегі арыстандар. Арыстандар, сіздерді алдағы апта не күтеді? Жалпы арыстандар екі карта бірден түсті, сондықтан екеуін де айтатын боламын. Императрица мен карта сила түсті, яғни анықтамасын айтайын. Арыстандар, бұл апта сіздерде, егер ер адам болсаңыз, әйеліңіз босанады және материалдық құндылықтарыңыз өсетін болады. Және де ер адамның басқарушылық қабілеті жоғарырақ болады, қаттырақ, твердый. Сіз енді ер адам болсаңыз, сондай қаттырақ ер адам боласыз, қаталдау боласыз әйеліңізге. Ал әйел адам болатын болсаңыз, сіздің өміріңізде сондай ер адам болады. Мүмкін күйеуіңіз осы аптада сізге қатал болады, немесе сізге қатты сөйледі деген сияқты болады. Негізі жаман емес, жақсы материалдық құндылық бар, бала босану бар, немесе бала көтеру деген сияқты бір жалпы көбейтушілік бар. Және де ер мен жұмсақ, яғни әйел слабылау болып тұрады, бұл жерде және күйеуі қаттырақ тұрады, сондай болады. Жаман емес, сәттілік. Келесі кезекте бізде әрине бикештер. Алдағы апта сіздерді не күтетін болады? Бикештер, апталарыңыз керемет. Бұл апта жаман емес, яғни бір шығармашылықпен айналысуыңыз мүмкін, жаңа іс бастауыңыз мүмкін, керемет эмоцияда боласыз, ойыңыздың толқысуы болады, және рухани даму бар. Бір білім алдыңыз ба, немесе білім алайын деп жатсыз ба, немесе бір
социальный сетьтен болуы мүмкін, жалпы или болмаса бір өзіңіздің керемет идеяңыз болуы мүмкін, сол идеяңызды жүзеге асырғыңыз келуі мүмкін, көптен бері миыңызда креатив идеялар болуы мүмкін, соның бәрін шығаруыңыз мүмкін деген сияқты. Осы аптада міндетті түрде сол нәрселеріңізді жасағандарыңыз дұрыс, және өзін-өзі тану дейді. Өзіңізді жақсылап зерттейсіз бұл аптада, мен кіммін, қандай адаммын деген сияқты. Және шешім қабылдаған кезде де ойланып, жақсылап, дұрыстап, қабылдап, қалауыңызды орындап алыңыз осы аптада. Келесі жұлдыз белгіміз таразы. Алдағы апта сіздерді не күтеді? Таразылар, негізі карталарыңыз жаман емес, бірақ карта справедливость шығыпты сіздерге, яғни әділеттілік деп тұрды. Осы аптада сіз өзіңіз болуыңыз мүмкін, сіз адамдарға әділеттілік таныта аласыз. Және танытқаныңыз дұрыс, және бұның өзі решениесі сіздің қалауыңызбен болуы да мүмкін. Яғни адамдарға солай честность таныта біліңіз. Одан бөлек сізге де сол әсер етеді. Мүмкін егер ер адам болсаңыз, сіз солай басқарып әділеттілік танытасыз. Немесе әйел адам болсаңыз, сізге ер адамның осындай влияниесі рөл ойнайды. Сіз үшін шешім шығарады. Сіз үшін мынаны жаса, мынаны жасама деген сияқты. Бұл апта жалпы сіздерде әділеттілік пен әділетсіздіктің күресетін тарапы болады. Қай жағынан болса да ер адам басымырақ болады. Келесі жұлдыз белгі сары шаян. Сары шаяндар, сізді алдағы апта не күтеді? Бұл апта еркектердің аптасы болатын сияқты. Еркектер основной бір басым болып келе жатыр жұлдыз белгілердің барлығында. Бұл апта отбасыңызда ер адамыңыздың қысымы болуы мүмкін. Ер адамыңыз, яғни қатты болады. Сіз барынша соған көнесіз, жұмсақтау боласыз. Немесе ақша жағынан, финанс жағынан да күйеуіңіздің қолыңызда билік болуы мүмкін. Немесе жұмыста болуы мүмкін. Жұмыста бастығыңыз солай қаталдық танытуы мүмкін, сізді тексеруі мүмкін деген сияқты. Тексеріс болуы мүмкін жұмысыңызда. Солай сіздің мнениеңіз, сіздің жүріс-тұрысыңыз сол каким-то образом сол бір ер адамға қатысты болады. Күйеуіңіз, жұмыстағы коллективіңіз, немесе общий араласатын ортаңыз деген сияқты. Келесі кезекте бізде мергендер. Неужели бір женский карта шықты? Мергендер, апталарыңыз керемет. Бұл деген бір әйелді білдіреді, яғни бір жетістікке жеткен, қолында билігі бар, және барлық нәрсеге осы әйел влиять етеді. Барлық сұрақтармен де осы әйелге келетін болады. Барлық сұрақтарды саралап шешетін, яғни басқаратын осы әйел. Егер сіздер мерген әйелден болсаңыз, осындай бір күшке ие боласыз, бір таққа отырғандай деген сияқты. Ал егер ер адам болсаңыз, сіз ондай ер адам болсаңыз, сізді сондай әйел адам бақылайтын болады. Немесе әйеліңіз сізді тексеріп, әйеліңіз сізге шешім қабылдауға көмектеседі, әйеліңізбен ақылдасасыз. Немесе жұмыс орныңызда тоже әйел адамның ықпалына қарай жығылатын боласыз, сол адамның шешіміне қарайтын боласыз. Немесе әйел адаммен ақылдасатын боласыз. Кезекте тауешкілер, сіздерді алдағы бір апта не күтеді? Көретін боламыз. Тауешкілер керемет карта, керемет жалпы жақсы карта. Отбасыларыңызда бір толығу болады, көбею болады, балалы боласыздар, немесе екіқабат болуыңыз мүмкін, немесе отбасыларыңызға жаңадан адам қосылады, немесе материалдық құндылықтың көтерілуі, яғни ақшаларыңыз түседі, күтіп жүрген, немесе неожиданно түседі деген сияқты. Жалпы отбасыларыңызда эмоциональный қуаныш болады, толығу, ақшаның, материалдық жағдайдың және отбасылық жиындар болуы мүмкін. Осы апталарыңыз сонда эмоциональный және материальный жағынан жалпы көбею болады. Любой нәрсенің көбеюі. Апталарыңыз керемет өтсін, тауешкілер. Келесі кезекте бізде суқиқұштар, апталарыңыз өте керемет. Бұл аптада сіздерде қайта ояну болады, энергияларыңыздың оянуы болады. Мүмкін осыған дейін бір қиыншылықтар болған болса, энергияңыз төмен болған болса, немесе бір нәрсені переживать еткен болсаңыз, немесе ауырып жатқан болсаңыз, денсаулықпен проблема болып, осы апта сізде барлығы реттеліп жақсаратын болады, жақсы жаққа қарай жақсаратын болады. Яғни энергияларыңыз да көбейеді, денсаулықтарыңыз да мықты болады, физически де мықты боласыздар. Жалпы қайта туылу дегенді білдіреді. Бұл карта суд деген, яғни бір өмірге жаңадан келген сәби сияқты боласыз, таптаза боласыз, және энергияңыз ұрып тұрады. Не жасасаңыздар жолыңыз болады. Осы аптада энергияңыз мощный болады, сол үшін осы аптада важны жұмыстарыңызды бітіріп, шапқылап деген сияқты жасайтын тірліктеріңізді бітіріп алсаңыз болады. Су құйғыштар, апталарыңыз сәтті өтсін.
келесі жұлдыз белгі балықтарға арналады. Балықтар, алдағы апта сіздерді не күтетін болады? Бұл жерде екі карта бірігіп түсті, сол себептен екеуі туралы анықтама айтатын боламын. Ең бірінші, сіздердің өмірлеріңізде андай твердость пайда болады. Ер адам сізге қаттылық көрсетеді, жұмыста болсын, күйеуіңіз болсын, досыңыз, ағаңыз, ініңіз деген сияқты жалпы өміріңізде бір ер адамның қаттылығы болады, ер адамның азғындығы болады, немесе бір жігітіңіз де болуы мүмкін. Бұл апта желательно ер адаммен ұрыспаңыз, еркек адаммен кездесуге шықпаңыз, күйеуіңізбен де қатты сөзге келмей қойыңыз. Себебі бұл ер адам ешкімді аяйтын адам емес, азғындыққа баруы мүмкін, сізді керісінше жаман қылып шығаруы мүмкін, жалпы сізге жамандық жасауы мүмкін. Мына жақта астында еще жанында король чаш деген тоже карта шықты. Ол бойынша анықтама сізге біреу көмекке келеді, яғни көмектеседі. Жалғыз қалмайсыз деп тұр, сізге қасыңда поддержка беретін адамың бар деп тұр, және сіз осы қиындыққа төзімділік танытуыңыз керек деп тұр. Барынша төзімді болыңыз, және барынша ешқандай бұлапта кездесуге шықпай, немесе ешкіммен ұрыспай, жалпы ер адамдардан сақ болып жүріңіз бұл аптада.